Біз халқымыздың ауызекі дөретпелерін оқып һәм тыңлап жалықпаймыз. Ерте заманларда дөретілген әр бір дөретпенің тикарында хақиқатлық бар. Ескі тұрмыс шынлығын сәулелендіруші, мәртлікті тәріплеуші, қаһарманлық идеясымен суғарылған дасталларымыз қанша дәуірлер, жыллар өтсе де өз қадір қымбаты менен жасап кетірғанның гуасымыз. Дасталлардың мазмұны бай, даналық сөзлерге, үлгілі қатарларға толы. Қосық ырғағына қобыз намалары қоса туылғандай жырлаушыны да, тыңлаушыны да толғандырады. Өткен көрсетулерімізде Алпамыс дастанның тарихи өзіне тәнлігі, уақиялардың идеялық мазмұны, батыр образларының шеберлікпен суретленуі хақында сөз еткен едік. Дастанның ұлылығы сонда әр бір жыраудың репертуарынан орын алған. Соның менен бірге әр бір халықтың атқарушылары сүйіп атқарған құнлы шығарма болып бағаланады. Алпамыс дастанның ұлылығы тек оның идеялық алға қойған мақсат ниетлерінің айтажақ ой пікірдің ұлылығында емес, ал дастанның түркі халқылар арасында өзінің әрбір түркі халқының өзінің ана шығармасындай, өзі дөреткен шығармадай болып, әммеге теңдей тарқалып кеткенлігінде. Бұл дастанның типология мәселесінде жүдә айқын көзге тасланады. Себебі дастанның көпшілік версияларында, милли версияларында, әсіресе өзбек, қарақалпақ, қазақ версияларында дастанның аймақлық мәселесінде, милли аймақ мәселесінде бұл бір түркі аймақ екенлігін сәулелендіру мәселесінде дастандағы эпикалық уақыт, эпикалық мәкан түсініктерінің берілуінде дастанның барлық версиялары бірдей жырланады. Дүние халқыларының эпосында қаһармандардың жаралу мотивінде, фольклорлық жаратылу мотивінде, ямаса фольклорлық суретлеу мотивінде эпикалық эпостар өту дәстүрінде құласы, ямаса эпикалық мәкан түсінігінде, эпикалық уақыт түсінігінде барлығында ұлма дүния фольклорындағы эпостық шығармаларында осындай ортақ белгілер бар. Ал бұндай белгілерді діні, тілі, әттегі аймақлық жақтан бір-бірінен ұзақ болған халқылардың фольклорындағы эпостық шығармаларындағы жақылықтарды бұларды айтады. Мәдени, тарихи, мәдени байланыстылар типологиясы дейді. Біздің Алпамыс дастанында көбірек бұл тарихи мәдени байланыстылар типологиясынан көрі айқынырақ бізге тарихи генетикалық байланыстылар типологиясы көрініп тұрады. Себебі бір аймақта, бір халықтың арасында, бір уақытта бір деректен танаған дастан. Мәселен айтайық, дастан 10-шы әсірлерде сыр бойында жасаған Оғыз пешенек қауымлер арасында дөреген. Оғыз, әзіргі түркі қауымлердің арасында дөреген. Сақ, массагет дейміз, Оғыз, пешенек дейміз. Пешенеклер тарихтан көбірек білесіздер. Бұлар сақлар, апасяклар, пешенеклер кейінірек. Бұлар нелер? Қарақалпақлардың ескі ата-бабалары, әттекі дәстепкі халқылық атамалар есептелінген. Демек, Қарақалпақ халқында сыр бойында жасаған Оғыз, пешенек қауымында басқа да түркі халқыларменен қазақ, өзбек, түркмен ұқсаяқлы Оғыз, қыпшақ халқыларымен пешенеклер де бірге жасап, бір ауқамлық бірлеспе дәуірінде жасаған дәуірлерінде осы Алпамыс дастанның заң, нызамлы мирасқоры болған. Бірден бір дөретушілерінің бірі болған. Ешбір дастан түркі халқылардың өзінің ішінде салыстырып қарағанда да Алпамыстай түркі халқы арасында кең таралмаған. Көпшілік дастанларда ортақ сөгетлеу мотивлері бар, ұсыллары бар. Мәселен, мынандай қатарлар болуы мүмкін.
Қарсақ жүрмес қайыңнан, қайылмай кетіп баратыр. Түлкі жүрмес түнектен, түнлерде өтіп баратыр дейді. Бұл Алпамыста да шығасың мүмкін. Бұл Едігеде де шығасың мүмкін. Ямаса дәстанларда бұл мотивлер типологиясы. Бұл сөгетлеу ұсылыларындағы типологиялық ұсаслықлар. Бұл жаңа айтқанларым. Фольклорлық сөгетлеулер. Ортақ. Бұлар тайын сөгетлеу ұсылылары болып келеді. Алпамыстың батырлығы Қаражанның батырлығынан әлбетте парық жерлері көп, бірақ ұсастамалары да бар. Бұлардың, мәселен, эпикалық сөгетлеу дәстүрі бойынша ол еш жеңілмес күшке ие батыр. Өгіз жырау вариантында алдын қырдым дегенде алды көулеп басады. Артын қырдым дегенде алды көулеп басады деген сондай қаһармандық мотивлер берілетін сөгетлейтін орындар бар. Соларда бұл тайын сөгетлеулер дейді, ортақ. Бұны осы қаһармандықты, дәл осы қаһармандықты Қаражаннан, Алпамыстан көруге болады. Мысалы үшін, міне біздің сөзіміздің дәл сипатында өзің осы жерлерден бір ауыз жылап жібергенің мақұл болады. Aldın kırdım ey degende, artık gülübey toladı. Artın kırdım ey degende, aldı gülübey toladı. Biri ölseye kalmaktın, tayyarey boladı. Yetken eseye hakka jartı, üstüne davul kalktı. Kalmaklardan ey kızılxana. Тыңлап атырғанымыздай, дастанның құрылысы оғада көркем жазылған. Жыраудың баян ету арқалы үлкен уақиялар менен майда детальдың да шебер байланысқанын көреміз. Батырлардың образларына ітібар берейік. Елін ойлап қабырғасы қайсуы жүда мағаналы баянланады. İçindeki yayı kesirini, ağız kanlı yayı börsünü, men degen yayı beklerini, hanın tokuşa zadasını, tu kötürgün ey sarkardansın, taylap şanıştı ey Karacanı. Дәл ұсы пайыт, ұсы мотив Алпамыстың қаһармандығынан көруге болады. Сөйлерінен жырласаң, мақсатқа мауық болар еді. Attı ongarıp Alpamız, karşılaşkan düşmanға, tiye birdi şehtinin, aldım kırdım degende, artık ölüp toladı. Artın kırdım degende, aldı ölüp toladı. Biri ölsek kalmaktan tayyar boladın ey. Uzun kıllık şepresti, ölüp
деген дәсі құрт ойыны құрылды, көшеге қылыш ұрылды, 3 күн ұры саладың ау. Төртінші күн болғанда ханның тоғы шағыдасын, бегі менен безодасын, күн тимеген ғазадасын, ту көтерген саркардасын, сайлап бір шаншып барадың әйе. Алласып жылайды, қожасын менен дәргүші, дәрежеден қарайды, күн тимеген бейбіші, даңқай жайдың ішінде, кетердей хаваз береді, ғанымлердің кеуші, 4 күн салды ұрысы, аянбай тартты қылышты, 5-ші күн болғанда, күннің жүзін думан болды, белі ақыр заман болды, адам өлді, ат жығылды, көшесіне қан төгілді, ат бауырынан қан болды, умат тұрған көп болды, қол көтерген жоқ болды, қылыш қаннан тап болдың. Тап болдың. Саламатын жырлағанда ескеніміздей, дастанда қаһармандардың күрес алып бару ұсылы, Қаражанда да қарап отырсақ, Алпамыста да бірдей. Не үшін Алпамыс индивид шағыс, Қаражан шағыс, неге оның өзінің батырлығы жоқ па? Ямасы сол орта әсірлерде батырлық қатаң низам болып қалған ба? Дәстүрі жылдан шықпау керек пе деген сауалдар туы мүмкін. Бұны ол тұрмыстағы, ямаса әскери өнердегі низам бойынша, тұрмыс низамы бойынша қарамау керек. Бұны эпикалық, фольклорлық шығарма низамы бойынша, фольклордың заңлығы, эпос дәстүрі бойынша қарау керек. Жаңа айтқанымыздай, бұл бұндай тайын сюжетлер жырауларда ортақ сөгетлеу ұсылары, тайын эпизодлар, тұрақлы сөгетлеу ұсылары, тұрақлы эпизодлар, бұл бір-бірінен алғанлықта, ямасы бір сөз таппағанлықта емес, бұл дәстүр болған эпоста. Ортақ белгілер жаңа айтқанымыздай, фольклордың ұлымалық низамынан келіп шыға отырған жағдай. Ал енді вариант болу үшін, версия болу үшін, өзгешелік болу керек. Тикарға ата сюжеттен, баба сюжеттен шығып кетпей, тикарға идеядан шығып кетпей, мәселен, дастанның бірлік идеясы, халқлардың, миллетлердің бірігу идеясын, бір түркі халық болып, бір тәм, бір жан болып бірігу идеясын бұзмай, сондағы тарихи келіп шығуында 10-шы әсірде келіп шыққан, мәселен, айтайық Қорқыт Атаның жырларында, Қорқыт Ата кітабындағы 3-ші жыр барлық түркі версиялардың өзегі. Келіп шығу Алпамыс дастанының келіп шығуында, эпосының келіп шығуында, мейлі ол ертек формада ма, мейлі эпос болмаса, барлық түркі халықтардағы милли версиялардың өзегі осы 3-ші жыр. Қорқыт Ата кітабындағы Бәмсі байрақ хақында жыр. Барлық әлімпаздар, мейлі ол Барабков па, Жермунский ма, Қайтылаев, Зарип пе, Мірзаев па, Сағиев па, Айымбетов пе, Мақсетов пе, әттегі бүгінгі жас әлімпаздарымыз дастан бойынша шұғыланып жүрген бүгінгі ілімбаздарымыз Жалғас Қошниязов па, Камал Палымбет пе, 3-ші жыр екенлігін, осы 3-ші Бәмсі байрақ жырынан келіп шыққанлығын, сол үшін оларда типологияның бір өзектен келіп шыққан, осындай типологиялық сақларын сақланып қалатындығын ілім дәлелдеп. Хақиқатында да милли байланыстардың нәтижесінде дастан бірнеше версияларға бөлінген. Har bir версияда уақиялардың жырлануы, образлардың тарифленуі, теңеулер өзіне тән шеберлікпен берілгенін көруге болады. Соның ұшында дастанды жырлаған жыраулардың шайырлық ұқыбы, ділуарлығы баслы орында тұрған. Жыраулар шеберлігі текарында дастан өзінің ұлылығын жоғалтпаған.
варианттың өзі бір халықтың арасында айтайық, Қарақалпақ халқының арасында алпамыстың 8 варианты болса, бұл 8 түрлі шығарма деген сөз. 8 түрлі өзіншелікке ие бір сюжетлік өзекке бір идеяға құрылған 8 шығарма деген сөз. 8 жыраудың бір темаға жазған 8 түрлі шығармасы деген. 8 түрлі. А 8 түрлі болмағанда ол вариант болмаған болар еді. Есенмұрат жырау вариант деп айтып отырмаған болар еді. Классикалық вариант деп, я Жүйемөнский айтқандай, өгіз жырау вариант демеген болар еді. 37 жылы Халил Айымбетов бастырып шығарған вариант, мәселен, ең бір көркемдік жағынан құнды деп Жүйемөнскийді де Боровковта да бұл мәселе тән алынған. А не үшін тән алынған? Себебі онда өзгешелік бар. Есенмұрат жырау, өгіз жырау, қияш жырау вариантлары алпамыстың ең бір көркемдік жағынан күшіл вариантлары. Себебі бұның өзгешеліктері бар. Олар сюжетлік мотивлерді қайттан мотивировкалаған. Бірлік сюжет, ата сюжет бір болғанмен, баба сюжет бір болғанмен, сюжетлік мотивлер басқа. Қаһармандардың қаһармандық мотиві ме, ғайыр табиғи туылу мотиві ме, басқа да мотиві, салт дәстүрлер мотиві ме, осыларды бергенде олар өзіншелік қосқан. Айтайық, аттың психологиясын, аттың, мәселен, біз айтып жатырмыз, белый клык, Джек Лондонды мақтаймыз, разы бол Гүлсаранды мақтаймыз, ямаса Гүлай Жапаның берірек келетін болса, жиренін мақтаймыз. Несімен мақтаймыз? Себебі аттың психологиясын, адамның психологиясында қылып берген дейміз. Ал осы қарап отырсың, біздің дәстүрде жоқ болсы. Бұның сағалары қаяқта? Міне мәселен, алпамыстың зінданнан шыққан жерінде атын көріп, аттың батырды көріп, өзінің батырын көріп, қуанып, толықсыған жерлерін қайтып береді дәстүрді қара. Ауызлығын иіскеді, тұмсығынан жалады, басынан сипады, сауырсынан қасы, құлағын, көзін сүртіп, қамсығып батыр жылады. Хайуанда болса Байшуар Алпамыс сұлтан екен, есінен аңлады, қос құлағын тікірейтіп, өзінен өзі жануар тұмсының тығып тыңлады. Дүр-дүр сілкініп, дүсір-дүсір айланып, шіңгір-шіңгір кісінеп, Алпамыстың шалғайын ойнақшы-ойнақшы тіслеп, тұмлы тұсын искелеп, иесіне еркелеп, қолтығына басын тығып, тұмсығын төмен алып, тұяғымен жер теуіп, құйрығын тарғашлап, оқыранып кісінеп, халлашлап дейді. Қарап, жесілер. Аттың психологиясы. Аттың қаһарманды көріп, қуанып, оның зинданнан шыққанына қуанып тұрған тілеклес. Аттың жесті арқалы сөзін керек жоқ. Жесті арқалы психология белген. Жауға құмар жануар, үстіне батыр мінгенсің, тапырақлап алып шабат дейді. Тапырақлап алып шабат дейді. Барады дейді. Толқысып шауып барады дейді. Қараң, осындай орындардан бір жақсылап жылап берсең, Alpamыс атқа сөйледі, сөйлегенде, не деді сен үйіріңнен, айырылған мен елімнен, айырылған сенде жалғыз, жануар менде жалғыз, Байшуар Шазынданның ішінде құтқарды бізді біреу бар ей. Sen hayvanның тұлпары мен адамның сұңқары қыры құлаш ердің астында 6 жыл болды. Бір мінген құдыры мәрттің іңкәрі шу жаны бар. Шу деймен ұшқан құсты, қу деймен тайшы ханның қолында тұрыпты алтын ту деймен ей. Осыны айтып шұбарға батыр қамшы шалады астындағы, Байшуар жауға құмар, жануар үстінен батыр, мінген құсын қаслы хайуан болса да қуанғанынан, Байшуар толықсып ойнап барады.
Дастан даналық пікірге, сөзге бай шығарма болу менен бірге, уақиялардың бір-бірімен байланысуы жағынан жүда шеберлікпен баянланатығын құнлы шығарма болып есапланады. Соның ұшында дастанды оқыған, тыңлаған адам қарақалпақ тілінің бай сөзлік құрамға ие екенлігін байқайды. Нақыл мақал, теңеу, жұмбақ, даналық, ой, пікір менен айтылатығын жүйелі сөзлердің жүда жиі қолланғанын көруге болады. Біз келесі көрсетулерімізде дастанның тілі, сөзлердің астарлы мәнілері хақында сөз етеміз деген ниетпенен көрсетуіміздің бүгінгі санын шумақлаймыз.